Сәлеметсіздер ме оқушылар, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз 7-ші сынып физика сабағының 4-ші тоқсан бойынша БЖБ 3-ті талдайтын боламыз, яғни жер және ғарыш бөлімі бойынша жиынтық бағалауды қарастырамыз. Бұл жерде бізде 3 тапсырма берілген. Тапсырма оралмас бұрын арнаға тіркеліп, қоңыраушаны басып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Бұл мен үшін өте маңызды. Сіз осылай маған өз қолдауыңызды білдіре аласыз. Сонымен қатар әрбір шыққан видеоға белсенділік көрсетсеңіздер, 7-ші сынып сабақтары толықтай талдайтын боламын. ТЖБ, БЖБ және де күнделікті сабақтарды талдайтын боламыз. Ал тапсырмаға оралайық. Тапсырмаға қарасаңыздар, бірінші тапсырмада бастапқы сөйлемнің бастапқы сөздері берілген. Біз соны жалғастыруымыз керек. Бірінші тапсырмада қарасаңыздар, гелиоцентрлік жүйе деп көрсетілген. Біз бұны жалғастыратын болсақ, гелиоцентрлік жүйе бұл жермен қоса басқа да планеталардың күнді айнала қозғалатыны туралы ғылыми дәлелді ілім. Бұл модельді дәлелдеген Коперник болады. Екінші тапсырмаға көшейік. Екінші тапсырма берілгенде қажетті сөйлемдерді толықтырыңыз деген. Күн жүйесінің нысандарына планеталар, астероидтар, кометалар, метеороидтар жатады. Күн жүйесі нысандарының негізгі массасы күн қойнауында жинақталған. Күн жүйесінің алып планеталары Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун. Жер күнге жақын 3 планета және массасы бойынша 5-ші орындағы. Балалар, енді қарасыңыздар, 2-5-ші тапсырмаға қарайық. Астероидтар күн жүйесі орбиталарының арасында жалпақ сақина құрайды. Оларды астероидтар белдеуі деп атайды. Үшінші суретте қарасаңыздар, берілгенде суретте қандай жыл мезгілі бейнеленген деген. Жердің солтүстік жарты шарында қыс мезгілі бейнеленген, жердің оңтүстік жарты шарында жаз мезгілі бейнеленген. Міне оқушылар, бізде бүгін берілген БЖБ 3-ті талдау аяқталды.